Şimdi kovurum koygaşın. Endi bir qiziq әңгімеге бөлісейін. Мен Қазақстанға келгенде жаңағы паспорт контроль жүйе бар ғой. Сол жердегі ағаларымыз, әпкелерімізден бастап, Димаштан қашан үйленесінен басталып, содан кейін күтіп алушы жүргізушілер олар да сол сұрақты қояды. Үйге келем, таңғы ас ішкенде, түскі ас ішкенде, кешкі ас ішкенде үйдегілер қояды. Сосын барып достарым сұрайды. Әрине, әр нәрсенің өз уақыты бар. Ең бастысы, былай айтқанда таңдауыма өте тиянақты қарауым керек деп ойлаймын. Өйткені қазір қатты сезімге беріліп, қыз баласының тағдырын ойрандатудан қорқамын. Қыздарымыздың қадірін қатты қасиеттегендіктен де бұл тақырыпқа мен кішкене басқаша қараймын. Үйленгеннен кейін соңына дейін сол кісіден бір жастықта қартаюды армандап, соған бағытталып отыру керек деп ойлаймын. Бәрімізде қартаса деп ойлаймыз. Осы сәтті пайдаланып бір-екі ауыз оймен бөлісе кетейінші. Әлеуметтік желілерде қазіргі таңда көп жерлерде әртүрлі жаңалықтарды көзіміз шалқалап жатады. Қарындастарымызды, әпкелерімізді ренжітіп жатқан азаматтар жоқ емес, өкінішке орай болып қалып жатады. Біздің еркектігіміз, біздің азаматтығымыз қыз баласын, қарындастарымызды, әпкелерімізді бізге тіпті қатысы жоқ кез келген қазақтың қыз баласын мейлінше ақтап алуға, мейлінше жамандыққа қимай, жақсы жағын айтып, нұрын тасытып отыратын болсақ, біздің еркектігіміз сонда болады. Тебя на сцену. Димаш, біз сенің картаңды іске қосқан сәттен бастап, бізге әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған адам жазды. Білесің бе не деп жазды олар? Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Амандасып үлгеріп алайын. Олар бізге бітті. Қазақстандықтарға жолы болғанын айтып, өздері де осындай картаны шығарғысы келді. Менің ойымша, мына көрсеткіш 700 мыңды біз 7 миллионға дейін өсу әбден мүмкін. Себебі 7 миллиард. 7 миллиард жақсы. Себебі қазір мемлекеттік бағдарлама e-резиденс деген толық іске қосылып жатыр. Соның арқасында шетел азаматтар сен картана қолжетімді болады. Біздің жобамыздың тек қана басталымы деп ойлаймын. Көптен көп рахмет. Құрметті ағайын, тағы да бір мәрте ассалаумағалейкум, амандасып алайын. Ел аман, жұрт тыныштықта өздеріңізбен қауышып, нұрлы жүздеріңізге дидар салу мүмкіндігіне ие болып отқан мен ерекше бақыттымын. Және де шын жүректен сіздерге, барлық ұжымдарыңызға сәттілік тілегім келеді. Жалпы айтқанда ең алғашқы рет біздің таныстығымыз сіздердің жасап жатқан игі істеріңіздің, үлкен берекелі істеріңіздің халыққа менің сол кездегі түсінгенім бойынша пайдасы тиіп жатқандығының арқасында менің бұл компанияға, Freedomға махаббатым ашылды. Сөздің шыны керек, неге десеңіз, ең қатты ұнаған нәрсе кэшбэк. Сол кэшбэк беріліп жатыр. Мен ондай нәрселерге көп қандай банк, қандай кэшбэк беріп жатқандығына мән бере қоймайтын едім. Бірақ қасымдағы бауырларым бар, мұнда Қайсар мырза бар, өзіңіз барсыз, Тимур мырза бар. Халықтың игілігіне жұмыс таңғысы келіп жатқандығын,
халықтың махаббатына, халықтың болашағына ерекше ден қойып, соған ықпал әрекет жасап жатқандарыңызға мен риза болдым. Және де осы күні сіздермен бір отбасыда дос болып жүргеніме өзімді ерекше бақыт санаймын. Рахмет, Димаш. Рахмет. А я считаю, мало аплодисментов Димашу. Можно. И сколько бы вы ни аплодировали, это будет мало, я вам скажу. Но давайте постараемся еще. Димаш любит кэшбэк, мы любим Димаша. Я считаю, это... По поводу кэшбэка, Димаш как чемпион среди всех супергероев мы хотели выделить отдельно. И мы сделали ему подарок, специальную карту, 100% кэшбэк внутри экосистемы Freedom. Димаш много летает, пусть небо всегда будет открытым твоим. Я, конечно же, выиграл, потому что там такая конкуренция была. Голум из «Властелина кольца». Да. Да. Среди монстров выиграл. А я покажу, кого ты еще выиграл, да, мы и дальше будем. Там супергерои пополняются. Ну, мы верим в твой успех. Димаш Худайберген, друзья! Почему-то, когда вы узнали, что у Димаша теперь будет 100% кэшбэк, аплодисменты стали менее искренними. Давайте порадуемся, давайте поаплодируем. Я считаю, Димаш полностью это заслужил.